Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Нұржан Ханна. Бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер демекпін. Бүгінгі біздің эфиріміз ұстаздар күніне орай біздің мектебіміздің ұлағатты ұстазы сіз өзіңіз. Сізді бүгінгі келіп жеткен, алда келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен сізді құттықтаймын. Сізге тек қана алда шығармашылық табыстар тілеймін, отбасыңызға амандық тілеймін. Енді бүгінгі эфиріміз сұхбаттасу. Сіз жаңағы мектебіміздің келе жатқан ардагер ұстазысыз, ұлағатты ұстазсыз, сондықтан сізбен сұхбаттасу жүргіземін деп шештім. Енді менің сізге қояр біраз сұрақтарым бар, сол сұрақтарыма жауап беріп өтсеңіз, жалпы ұстаздық мамандық дегеніміз жаңағы айтады ғой, ұстаздық еткен жалпас, үйретуден балаға деп. Ұстаздық деген мамандық өзі жаңағы адамның жүрек қалауы дейді. Кез келген адам жаңағы сол мамандыққа барған кезде өзінің қалауымен сол мамандыққа жауапкершілікті өте жоғары талап ететін мамандық деп білемін. Сондықтан енді осы ұстаздық мамандықты таңдауыңызға не себеп болды деп ойлаймын. Енді сол жылдары жаңағы осы мамандыққа таңдап, осы мамандықтың оқуына бардыңыз ғой. Жаңағы не болмаса сізге бір ата-анаңыздың ой салуы болды ма, әлде өзіңіздің қалауыңыз ба? Жалпы осы мамандыққа қалай келдіңіз? Рахмет, Дана. Менің бұл ұстаздық жолға келуіме себеп мектептегі ұстазым Омаров Бектұрған ағайымыздың әсері болды. Себебі әрбір қазақ тілі мен қазақ әдебиеті сабағы өтіп жатқан кезде ол кісі бізге бір өлең шумақтарын оқып келе жатыр. Бұл кімнің шығармасы, не болмаса қазақ тілінен етістік сөздерін, не болмаса кез келген сөздерін өтіп жатқан кездерде бұл қандай жинақ? Мысалы, етістіктің есімше жинағы ма, көсемше жинағы ма, түйе етістікте ол кезде баламыз ғой шатасып жаңағы жұрнақтарды ауыстырып алатын кезіміз болатын. Сол кезде ол кісі кім осыны дұрыс тапса, сол оқушыға 5 қояр дейтін. Сол арқылы жаңағы тырысып, соны айтуға, білуге тырысатынбыз. Содан 11 жылдықты бітіргеннен кейін ойладым, осы қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен білетін білімімді ары қарай дамытсам деп. Және менің әкем Жанхан жаңағы ол кісіде ертегілерді айтуға өзі шебер болатын. Және Дәмеш Омарбаева менің жеңгем болғандықтан сол кісіні бізге өнеге тұтып, әрқашан бізге қонаққа келген кезде мына жеңгелерімнен үйреніңдер, мына өлеңін тыңдаңдар, сен айта аласың ба деп салыстырып отыратын. Сондықтан соның әсері болды ма, солай әдебиетші болуға бел байлап, қазақ тілі мен әдебиеті пәніне барып жоғарғы оқу орнына түстім. Ол кездегі мен бала күндерім ғой, сондықтан бірден ұстаз болам дегенді ойламадым. Кейін барып осы қазақ тілі мен әдебиетін тереңірек білемін деп жүріп, осы ұстаздық мамандыққа ие болдым. Қазір кезде сол мамандық иесі болғаныма өкінбеймін, қуанамын. Жақсы, рахмет Нұржан ханым. Келесі сұрағымызды жалғастырсақ, осы көптеген жылдар өтті, сіз енді үлкен еңбек өтіліңіз бар, осы қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімісіз осы мектепте. Енді осы ұстаздық жолыңызда бір ең қызықты оқиға басыңыздан өткен шығар. Сол бір қызықты оқиғамен бөліссеңіз. Жақсы, біз жоғарғы оқу орнын бітіріп, осы жарма кентіне келіп, ол кезде мектеп директоры Аспаева Нағима Бүкежанқызы болатын. Сіздердің мектептеріңізге жұмыс істейін деп келіп едім, қазақ тілінен сағат бар ма деп сұрап келдім. Ол кезде біз мектептен сұраныс қағазын апаруымыз керек болатын. Содан алдын ала ақпан айында келіп кеттім. Ол кісі біздің мектепте 10 сағат қана жүктемелік сағат бар, соған келіссең жұмыс істейсің, әйтпесе орын жоқ деді. Мен соған келісіп, осы жарма кентінде жұмыс істесем деп келдім. Сонымен жұмысымды бастап кеттім. Содан кейін бір күндері қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен сабақ беріп жүріп, менімен қатар өзімнің ұстазым бір кезде мектептегі Нұрғызы Айтқазықызы болатын, ол кісі орыс сыныптарына беретін. Содан сіз ол кісінің орнына сабақ өткізесіз деді. Орыс сыныптарына барып сабақ өткізесіз деді. Мен ол кісіге жоқ деген сөз айта алмайтынбыз, сондықтан барып сабақ өткіздім. Бастауыш сыныптың оқушылары болғанымен, жаңағы өзіміз қазақ мектебінде оқығандықтан кішкене кейбір ережелерді, тақырыпты түсіндіргенде қатты қиналған кезім болды. Содан сабақтан кейін үйге келдім де, жанымда жас ұстаз Әсем Қазбекқызы болатын.
мен ертеңнен бастап мектепке бармаймын, орыс сыныбына сабақ бермеймін деп сөйтіп келгенмін. Бірақ кейін сол сыныптарға сабақтарды бере жүріп, орыс тілінде қазақ тілін берген оқушыларым биіктен көрініп, жаңағы облыстық сайыстарға қатысып, абайдың әсел жолына әрнеге, жер үстінде жарғай әндерін орындап сайыстарға қатысып, мына Ольга да сайыстарға қатысып, аудандық сайыстардан жүлделі орын алып, мерейімді өсірген сәттері болды. Адам тырысса жетпейтін нәрсе жоқ екен. Жақсы, рахмет Күнәжан ханым. Келесі сұрағымыз, енді сіз осы мектепте 40 жылға таяу уақыт еңбек өтіліңіз бар, үлкен ұстазсыз ғой. Сондықтан жаңағы осы ұстаздық жолдағы бір тәжірибеңізбен бөліссеңіз, бұл қалай жаңағы енді алдыңыздан қаншама осы жылдың ішінде қаншама түлек шықтыңыз осы мектептен. Енді сол балалардың көңілін қалай таба білдіңіз? Сол туралы айтып өтсеңіз, өзіңіздің жаңағы ұстаздық жолдағы тәжірибеңіз. Ұстаздық жолда көптеген қиындығы бар, қызығы бар. Сол сәттерде алғашқы жылдары мектебімізде жаңағы Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына орай заманымыздың заңды жазушысы Мұхтар Әуезов деген тақырыпқа шығарма жазуға тапсырма берілді. Сол кезде өлең шығаруға қабілеті бар оқушыларды іздестіріп, алғаш рет Жәбіл Майрагүл деген қызға, оқушыма тапсырма берген кезде танымасаң танбау ақын абай деген өлең жазып келді. Сөйтіп, жаңағы балаларға шынайы тапсырманы түсіндіріп беретін болсам, орындамайтын тапсырма жоқ екен. Кейін 2006 жылдары модульдік оқыту технологиясы бойынша өскемен қаласына барып, білімімізді жетілдіріп оқып келдік. Сол жылдары қазіргі біздің көркемөнер пәнінің мұғалімі Әсел Қақылмұратқызы, өзімнің шәкіртім, бір кездегі Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасы бойынша модульдік оқытудың тиімді жолдары деген тақырыпта Көкшетау поэмасына байланысты жаңа технология бойынша деңгей сызып модульдік жұмыстарды орындап ғылыми жоба қорғап аудандық сайыста байқауда 2-ші орынға ие болды. Содан кейін Хақикенова Айгерім деген оқушым Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесі бойынша жаңағы тірек-сызба арқылы вентиль драмасын пайдаланып өзінің шығармашылық жұмысын көрсетті. Сол сияқты қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен иллюстрациялық сурет салғызған кезде де оқушы іздене мәтінге қарап отырып, ұсақ бір нәрсені жай қарапайым оқыған кезде, айтқан кезде байқамай қалатын, оқушылардың мән бермейтін жерлерін оқып, жаңағы мысалы көксерек қасында жүгірген кезде оның жаңағы жүрегі шығып кетті, жарылып кетті дегенді суретпен салған болатын. Сол сияқты оқушыға мен топпен жұмысты жақсы көретінмін. Сондықтан да әрбір топта, мысалы бір топтағы оқушылар сурет салатын болатын болса, енді бір топқа өлең шығаруға қабілеті бар оқушыларды, енді бір топқа жаңа технология бойынша жұмыс істейтін оқушыларды бөліп қойып, оқушылардың деңгейіне қарай тапсырма беріп, сол арқылы жұмыс істегенді жақсы көремін. Әрбір сабақты өткізген кезде, ол сабақтардың ішінде жаңа көрнектің пайдасы зор. Сонымен қатар жаңағы сахналық қойылымда мәтін бойынша, әңгіменің мазмұны бойынша, әртүрлі мысалы Мұхтар Әуезовтің ақын қонақтар әңгімесі бойынша, не болмаса Абай жолы романын өтіп жатқан кезде 10-шы сыныптарға, 11-ші сыныптарға көрініс көрсететін болатын болсақ, оқушының жаңағы сахнада өзін-өзі ұстауы, дауысымен мәнері бәрі қалыптасады. Сол жұмыстарды жүзеге асыруды жақсы көремін. Біртіндеп оқушы бізде өзімнің ұстазым Зәуреш Қартқанын айтатын, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Сол сияқты әр сыныптан бір жақсы оқушы, бір өзінің жақсы өнерімен, білімімен көрініп жатса, соған қуанып қалатынбыз. Сондықтан бұл сабақ беруде көптеген әдіс тәсілдерді қолданып, сонымен қатар Қанипа Бітібаеваның технологиясын сабақтарда қолдануға тырысатынбыз. Сондықтан енді мұғалім іздену керек үнемі. Мен соны білдім. Рахмет, Күнәжан ханым. Келесі мына отырған әріптестеріңізді үлкен мерекелі ұстаздар күнімен құттықтап қойсаңыз, және енді жастарымызға өзіңіздің бір ақыл кеңесіңізді ұсынсаңыз деген ниетіңіз бар. Адам жаңағы жар таңдау, мамандық таңдау кезінде қателеспеу керек дейді ғой.
Сондықтан мен өмірде өзімнің мамандығымды дұрыс таңдадым деп ойлаймын. Өмірде осы мектепте жұмыс істегеніме ризамын. Ең жақынымда осы ұстаздар деп білемін. Мектебімді қатты құрметтеймін. Ұжымым тынысым, шәкірттерім шаттығым деп білемін. Бұл мектеп біле білсек үлкен орда, сандарында ұшырған алтын ұя, 40 жылда еңбек етіп өсірілген мектебім қасиетті алтын орда. Бірде күліп, бірде жылап мұңаятын мектебім, білгенімді ширатып, тәлім алған мектебім, тәжірибе жинақтап, санат алған мектебім, уыс-уыс ақшаны санап алған мектебім, жетістікке шәкіртпен бірге жеткен мектебім, туғанымдай көретін қымбаттымсың мектебім, әр күн сайын асығып жүгіретін мектебім, әр ұстазбен шәкіртпен көрісетін мектебім, өмірдегі тиянақ тірегінде мектебім, ең бастысы сыйласқан әріптестер мекені, бәрінен де ең қымбат алтын орда мектебім. Мерекемен бүгінгі құттықтаймын ұстаздар, ақ орданы әрдайым нық ұстаңдар ұстаздар, жетістікке жыл сайын жетіңіздер ұстаздар, бұлақ көрсең көзін аш, шаршамаңдар ұстаздар. Енді еңбектеріңіз жана берсін, өзің сияқты шәкіртіңді көріп, жеткен жетістіктеріңді өзімнің еңбегімнің жемісі деп білемін. Ары қарай да осы жас ұстаздар қанаттана беріңдер, биіктерге жетіңдер, еңбек етуден аянбаңдар. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ғой. Сондықтан аянбай еңбек етіңіздер. Еңбек бәрін кеңдікке береді. Рахмет Гүлнәжім ханна, бүгінгі біздің тәлім мен тәрбиенің алтын діңгегі ардагер ұстаздар деп бүгін сізді қонағымыз қылып, өзіміз сұхбат жүргізіп сізбен осы кешімізге, эфирімізге келіп қатысқаныңызға көптеген рахмет айтамыз. Сізге де алдағы өмірде шығармашылық табыстар, отбасыңызға амандық, бақыт тілейміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Сіз бізге үлгісіз, сізді үлгі тұтамыз. Сондықтан бізге үлгі болып, осылай жүректеріңіз алдыңыздар. Рахмет.